Hello there, достар. Өткен сабақта біз present perfect'та болымды сөйлемдерді құрастырып үйренсек, осы сабақта сұрақ қойып үйренеміз. Әдеттегідей диалогтан бастаймыз. Қайрат пен Сара жақында болған 50 Cent'тің концертін талқылап жатыр. Қайрат, have you been to 50 Cent's concert? Unfortunately, no. Have you been there? Сен 50 Cent'тің концертіне бардың ба? Өкінішке орай жоқ. Сен ше, have you been there? Со жақта болдың ба? Yeah, I have. Yeah, мен сол жақта болдым. It has been one of the best concerts I've ever seen. Мен көрген ең күшті концерттердің бірі болды. Really? Why? Шынымен де ма? Неге? Everything has been great. Everything's been great деген ол has been'нің қысқартылған түрі. Everything's been great. Sound, dancers, DJ and 50 Cent himself. Бәрі керемет болды. Дыбыс, бишілер, DJ және 50 Cent'тің өзі. It's sad that I didn't have time to go there. Менің уақытым, о жаққа баруға уақытым болмаған, сондай өкінішті. Yeah, it is. Yeah, шынымен де. Here, let me show you some videos I've made. Yeah? Мінекей, қара, мен түсірген видеоларды қарап шығасың ба? Сонымен, қандай сұраулы сөйлемдерді байқадыңыздар? Yeah? Have you been to 50 Cent's concert? Have you been there? Және қандай present perfect мысалдарын көрдіңіздер? It's been, it has been, I've ever seen, everything has been great. Present perfect'та сұрақ қою үшін сіздер әдеттегі квази құрылымын, квази формуласын қолданасыздар. Квази формуланы еске түсірейін, ол question word, көмекші сұраулы сөз, егер біз нақты ақпарат білгіміз келсе, auxiliary verb, a, ол арнайы көмекші етістік, present perfect ол have немесе has, бастауыш, subject және етістік. Infinitive. Бұл жерде verb. Мысалы, have you been to Morocco? Have. You болған соң have. Одан кейін бастауыш, you. Одан кейін етістік үшінші формада. Been to Morocco. Біз нақты ақпарат білгіміз келсе, what has she done? Ол не істеді? What. Одан кейін көмекші етістік. Has, she болған соң, одан кейін бастауыштың өзі she және done. Do'дің үшінші формасы. Where have you found your key? Өзіңнің кілтіңді қай жерден таптың? Where, қай жерде? Have you found your key? You болған соң have және етістіктің үшінші формасы. Ары қарай, біз жалпы адамның өмірінде осындай болды ма? Жалпы, болмады ма? Орыс тілінде мысалы вообще деген сөзді қолданамыз. Сен мысалы жалпы өміріңде вообще осындай зат істедің бе? Ондай кезде біз ever деген сөзді қолданамыз. Have you ever been to Astana? Сен жалпы Астанада болдың ба өзі? Have you ever been? Have you ever tried plov? Сен палауды өміріңде көрдің бе? Have you ever tried plov? Have you ever read this book? Мына кітапты бұрын оқып көрдің бе? Жалпы, өміріңде бір рет болсын. Have you ever read this book? Ал енді белгілі бір іс-әрекеттің ұзақтығын сұрау үшін біз how long деген сұраулы сөзді қолданамыз. Мысалы, ислам қанша уақыт бойы мұғалім болып жүр? Мұғалім болғанына қанша уақыт болды? How long has Islam been a teacher? Бұл көлікті алғаныңа қанша уақыт болды? How long have you had your car? Have you, одан кейін have ye болудың үшінші формасы had your car. How long have you known each other? Бір-біріңді танығаныңа қанша уақыт болды? How long have you known each other? How long have you known each other? Мінекей, енді осы сөйлемдерді практикада құрастырып көру үшін келесі жаттығуды орындайық. Келесі жаттығуда біздің мақсатымыз сөздерді дұрыс қатарына көру, ал егер сөздер жетпей жатса, оларды толықтыру. Мысалы, бірінші сөйлемде мынандай сөздер берілген. They finish the house cleaning. Бұл жерде біз сұрақ қоюымыз керек. Олар бітірді ме үйді тазалауды. Әрине сұрақ болған соң және бұл жерде бастауыш олар болған соң have they finished cleaning the house? Біз бағанағы квази құрылымына оралсақ, бізде сұраулы арнайы сөз жоқ, WH сияқты, сол үшін біз көмекші етістіктен бастаймыз. Have they finished cleaning the house? Етістіктің үшінші формасы. Енді келесі сөйлемдерде дәл осылай, егер сөз жетпей жатса қосып, ал сөз жетіп жатса, оны дұрыс ретімен қойып көріңіздер. Видеоны паузаға қойып, кейін жауаптарыңызды менікімен салыстырыңыздар.
Енді мені тыңдап отырсаңыздар, жауаптарыңызды менікімен салыстыруға дайынсыздар деген үміттемін. Кеттік. Бірінші сөйлем. Have you lunch yet? Яғни бұл сұраулы сөйлемнің бізден сұрағысы келетіні, мен түскі ас іштім бе? Сол үшін біз әдетте, бізде арнайы сөз жоқ, WH, сол үшін бірден have-дан бастаймыз. Have, бастауыш you, одан кейін бізге етістік керек. Сен түскі ас іштің бе? Ас ішу, have lunch. Have you, have-тың үшінші формасы had. Have you had your lunch yet? Have you had your lunch yet? Had, have-тың үшінші формасы. Visited ever you Canada? Әрине, бұл жерде сұрақ, сен жалпы Канадада болып көрдің бе? Have, have, одан кейін бастауыш you. Ever, have you ever visited? Visit деген етістіктің үшінші формасы дайын тұр. Have you ever visited Canada? Have you ever visited Canada? Келесі, seen your brother have lately you. Бұл жерде көрдің, сенің ағаң, сен жақында. Және бұл жерде сұрақ, сен ағаңды жақында көрдің бе? Жалпы. WH сөзі жоқ, сол үшін біз have-тан бастаймыз. Міндетті түрде have, сұрақ кімге қойылып жатыр? Саған, сен ағаңды жақында көрдің бе? Have you seen? Көрдің бе? Have you seen your brother? Кімді? Your brother lately. Жақында. Have you seen your brother lately? Сен жақында бауырыңды көрдің бе? Және соңғысы, they married have recently. Және сұрақ, олар үйленді, have, recently жақында. Олар жақында үйленді ме? Бұны ағылшынша сұрау үшін әрине біз have-тан бастаймыз. Have, одан кейін they. Have they married recently? Осындай мезгіл үстеулер әдетте сөйлемнің соңында тұрады. Have they married recently? Олар жақында үйленді ме? Бірақ бұл жерде неге мысалы have they recently married деп сұрақ қоюға болады? Себебі бұл жерде сұрау мезгіл үстеуі marriedті сипаттап тұр. Олар жақында үйленді ме? Have they married recently десек, бұл жерде акцент осы мезгіл үстеуіне қойылып тұр. Олар жақында үйленді ме, немесе үйленгендеріне көп уақыт болды ма? Ал енді бұл сөйлемде неге бұлай құрастыруға да болады? Have they recently married? Себебі біз жалпы сұрағымыз келеді. Олар жақында үйленді ме? Олар have they recently married? Have they married recently? Екеуі де дұрыс. Ары қарай кеттік. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөз тіркестері. Have cozy atmosphere. Жылы атмосфераға, немесе жайлы атмосфераға ие болу. Have cozy atmosphere. Try croissants. Круассанды көру дәмін. Try croissants. Give a try. Тырысып көру. Give it a try. Істеп көр. Не шығатынын көресің аяғында. Visit art gallery. Яғни өнер галереясына бару. Visit art gallery. Check something out. Мынаны байқап көру, қарап көру. Мысалы, мен жаңа телефон немесе микрофон сатып алсам, мынаны қарап көр деймін. Check it out. Check this out. Appreciate art. Өнерді бағалау. Explore new places. Жаңа орындарды көру. Discover interesting spots. Бұл да explore new places-тің синонимі. Жаңа орындарды, қызық орындарды көру. Rotate exhibits. Экспонаттарды ауыстыру. Мұражайда әдетте экспонаттарды ауыстырады, немесе өнер галереясында. Feature local artists. Яғни жергілікті артистердің көрінуі. Мысалы, this gallery features local artists. Мына галереяда жергілікті художниктердің, жергілікті суретшілердің өнері көрсетіліп тұр. Мінекей достар, осы жаңа сөз тіркестерді міндетті түрде Quizletте қайталап өтіңіздер, және бүгінгі сұраулы сөйлемдерді практикада қолданып көру үшін edvibe-тағы жаттығуларды бірге орындайық.